Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай керемет шоколадты пончики дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жылы сүт, шекер, ерітілген сары май, бір жұмыртқа, құрғақ аштығымызды салып, араластырамыз. Електен өткізілген ұнды алып, жайлап, 3 бөлікке бөліп, бірінші қасықтың көмегімен қозғап араластырып аламын. Ары қарай қамыр илейтін боламыз. Неге жақсылап 10 минуттай иледім. Бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямын. Қамыр көтеріліп шықты. Оны оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа етіп жайып аламын. Стаканның көмегімен дөңгелек бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын дөңгелек бөліктерге бөліп алдым. Осылай қалған қамырларды алып, біріктіріп, қайта жайып, стаканмен тағы да осылай бөліктерге бөлдім. Неге осындай болып шықты. Бетін жауып, 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Бетіне шоколадты глазурын дайындаймыз. Сары май мен шоколадты жай отта ерітіп қоямыз. Көтерілген қамырдың ортасын крем жағатын насадкамен бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған майда, май қызғаннан соң астын жай қойып, пончиктерімізді екі жағынан пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Жаңағы шоколадымыз дайын. Кішкене суытып, пончиктердің екі жағын осы шоколадты глазурымызға жағамыз. Барлығына шоколадты жағып болғаннан соң қалағанша әрлесеңіздер болады. Мен сгущенкамен әсемдедім, кокосовой стружкамен және шоколадтарды осылай кішкене бөліктерге бөліп кесіп, оны осылай қойдым және нутелламен айналдыра әсемдедім. Оның үстіне сахарная пудра септім. Өз фантазияларыңызға қарай әсемдеп бересіздер. Неге өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Қатты қуанып қалатын болады. Ас болсын.